Қазақстан өз тәуелсіздігін алғаннан кейін сыртқы саяси бағдарын қалай айқындады? Қазақстанның географиялық орналасу жағдайы сыртқы саясаттың даму бағытына қалай әсер етті? Қазақстан шекара мәселесін шешу үшін қандай ұйымдарға мүше болды? Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан кейін қандай халықаралық ұйымдарға мүше болды? Қазақстанның халықаралық ұйымдарға мүше болудағы мақсаты қандай еді? Осы сұрақтарға жауап іздейік. Қазақстан өз тәуелсіздігін алғаннан кейін сыртқы саяси бағдарын қалай айқындады? 1991 жылдан бастап сыртқы саясат пен халықаралық қатынастар саласында көптеген шаралар жүзеге асырылды. Қазақстан шекаралас көршілермен және алыс-жақын мемлекеттермен байыпты және болжауға болатындай байсалды қарым-қатынас орнатты. Сыртқы саясаттың негізгі діңгегі көп векторлық жол, яғни көп бағыттылық болды. Өткен уақыт ішінде Қазақстан Республикасын дүние жүзінің 180-нен астам мемлекеті таныды. Қазақстанның географиялық орналасу жағдайы сыртқы саясаттың даму бағытына қалай әсер етті? Қазақстан өзінің сыртқы саясатында ең жақын және ірі көрші мемлекеттер солтүстікте Ресеймен, шығыста Қытаймен тығыз қарым-қатынас орнатуға ерекше назар аударып келеді. Қазақстан мен Ресейдің 1992 жылғы 25 мамырдағы достық, ынтымақтастық және өзара көмек туралы шартқа қол қоюының зор тарихи маңызы бар. Онда Қазақстан мен Ресейде жүргізіліп жатқан демократиялық қайта құрулар мен саяси экономикалық реформалардың екі елдің халқының болашағы үшін үлкен мәні бар екені атап көрсетілді. Ресей мен Қазақстан арасында ынтымақтастықтың одан әрі дамуында 1998 жылы 6 шілдеде Мәскеуде қол қойылған мәңгілік достық пен ынтымақтастық туралы декларация маңызды рөл атқарды. Оның негізінде екі мемлекет арасындағы қаржылық өзара келіспеушіліктерді реттеу және Байқоңыр космодромын бірлесіп пайдалану мәселелері шешілді. Қазақстан шекара мәселесін шешу үшін қандай ұйымдарға мүше болды? Шекара мәселесін Азия елдерінде тұрақты шешуде Шанхай ынтымақтастық ұйымы маңызды рөл атқарады. 1996 жылғы сәуірде Шанхайдағы кездесу кезінде Ресей, Қытай, Қазақстан, Тәжікстан, Қырғызстан басшылары шекараларды бұзбау, олардың арасындағы бейтарап аймақтық қашықтықты 100 километрге дейін жеткізу келісіміне қол қойды. Кейін бұл келісімге Өзбекстан қосылды. Шанхай келісімі негізінде 6 ел басшыларының жыл сайынғы кездесуі 1997 жылы Мәскеуде, 1998 жылы Алматыда, 1999 жылы Бішкекте, 2000 жылы Душанбеде, 2001 жылы Алматыда өтті. Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан кейін қандай халықаралық ұйымдарға мүше болды? 1992 жылы наурызда Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымына мүше болып қабылдануы республика үшін орасан зор маңызы бар оқиға болды. Осыдан кейін елімізге басқа да халықаралық ұйымдарға мүше болып кіруге жол ашылды. Атап айтқанда, Қазақстан негізгі валюта қаржы ұйымдары, халықаралық валюта қорына, дүниежүзілік қайта құру және даму банкіне, Еуропа және Азия даму банкіне мүше болып енді. 1997 жылдың басында Қазақстан 60-тан астам халықаралық ұйымға мүше болып қабылданды. Нәтижесінде Қазақстанның шетелдермен экономикалық байланыстары артып, оған берілетін инвестициялық қаржының көлемі артты. Қазақстанның халықаралық ұйымдарға мүше болудағы мақсаты қандай еді? Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымына әлемдік қоғамдастықтың қатардағы жаңа мүшесі ретінде ғана емес, сонымен бірге қазіргі заманның ең бір өзекті халықаралық проблемалары бойынша белсенді позиция ұстанатын, ядролық қарусыздану жолындағы қозғалыстың алғы шебінде тұрған мемлекет ретінде енді. 1991 жылы Семей ядролық сынақ алаңының жабылуы және 1992 жылы Лиссабонда ядролық қаруы жоқ мемлекет ретінде ядролық қаруды таратпау туралы шартқа қосылу жөнінде міндеттеме алуы Қазақстанға үлкен бедел сыйлады. Осылайша Қазақстан Республикасы көп векторлы сыртқы саясатты таңдау арқылы өзге елдермен саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени байланыс орнатуға қол жеткізді.